Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қуанышбай Данияр Болатұлы. 1998 жылы 9 желтоқсанда Қызылорда облысы Қазалы ауданында дүниеге келдім. 266 мектеп-лицейде 11 сыныбымды аяқтап, 2016 жылы Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетіне электроэнергетика мамандығына түстім. Электроэнергетика мамандығын оқып жүріп, қосымша әскери кафедрасына түстім. 2020 жылы электроэнергетика мамандығымен қосып әскери кафедрасының дипломын алып шықтым, яғни 2 дипломмен шықтым. 2021 жылы жұмыспен қамту орталығына барып тіркеліп, Энергомераға 6 айға жұмысқа тұрдым. Жұмыспен қамту орталығының атынан 6 ай жұмысымды істеп, 6 ай уақыт біткесін Қазалы аудандық электр торабына жұмысқа тұрдым. Электромонтері болып, қазір істеп жатқаныма 2 жыл 4 айдан астам уақыт болды. 4 айдан астам уақыт болды. Қазір істеп жатқаныма 2021 жылы жұмысқа тұрғанымен қатар қосымша дене шынықтыру пәнін оқып алдым. 2023 жылы дипломымды қолыма алдым. Ал спорттық жетістіктерге келетін болсақ, өзім кіші футболдан топ тебем. Спарта 13 аймақ және де рух командаларында доп тептім. Ол командалармен де біраз жетістіктерге жеттік. Құрметті әріптестер, менің сөзімді тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды қиып, жақсы сау болыңыздар.